талантты ақынымыз Мейірбек Сұлтанханды шақырамын. Мейірбекпен айтысатын сырдың елінен, жырдың елінен, Нартайдың елінен келіп тұрған ақынымыз Ержан Әмір, қарсы алыңыздар. Тіревіне қарғып міндім күлте жал күреңіме. Батырлардың ілкіден жалғас едің, қараған жау іркілген іреңіңе. 86 кезінде сен емеспен жер үшін жүк түсіріп жүрегіне. Азаттықтың алауын тұтандырып, жарық берген қараңғой түнегіне. Бұл жерді көп мақтаудың керегі жоқ, қадіріңді бар қазақ біледі де. Тобырлап 3-4 ақын жетіп келдік, шақырту келгеннен соң сірелме. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім, Құдайдан соң сенетін тірегіме. Туылған ұлтқа ортақ тұлғаларды ұлықтаудан танбайтын ол еліме уай. Болмасақта ақанмен сал бір жандай, алға қадам басайық алғыр жандай. Кесек-кесек кестелі сөз айтайық кешегі көдекпенен шарғындардай. Бұл айтыстың мен үшін орны бөлек, Ержан оны айтпауды арғылғандай. Қоспады әуел баста тізіміне атақтылар керек деп жамбылдардай. Есімің елге мәлім емес деді, сол менің көңілімді қалдырғандай. Айтыс түгіл сыймадым афишаға, намысың болса көрші ал бұлданбай. Ойда жоқта бір ақын келмей қалып, аяқ асты бағымды жандырғандай. Әужекең айналаға сұрау салып, қапыда қалмау үшін қам қылғандай. Шақыртып ақ мешіттен аттай қалап, бұл сөнген үмітімді жандырғандай. Трактор айдап жүрген Оралханды Шерағам Алматыға алдырғандай. Олай болса салайық барымызды, ақанның құлагері шаңғылғандай. Дүрсілкін түккетейін Алатауды, Оралхан бар әлемді таңғылғандай. Кешегі өр Алтайдың бауырында кербұғының дауысы жаңғырғандай ай. Тамсандырған тірлігімен айрылмаған жандарек бірлігінен. Ассалаумағалейкум, Мейірбегің кем түспейтін даланың дүлдүлінен. Бір ауылда ер жеткен жандар едік, сығалап сағынаның түңдігінен. Шыққан біз бір ұстаздың шекпенінен, тарағандай бір әке кіндігінен. Кешегі бала кезін көз алдында тайға жайдағы мінетін шылбырымен. Тазалығың болушы таң нұрындай, мейірімің парапар күн нұрымен. Сен қазір жолыңдағын жайпап жүрсің, ол мінезді көрмедім бұл күнімен. Неде болса бір қызық болға алтыр жүп болдым Елорданың тұрғынымен. Bir апанда түлеген бөлтіріктер көк жал болып кездесті бір-бірімен ай. Сал мекен, сері мекен. Сырдан келсем көрмесің мені бөтен. Кім шықса да қырамын деп келгенде менімен кім жұптаған сені көкем. Қазылар қызық көріп мықты болсаң өз қолыңды өзің кес деді мекен. Есіміз сырға мәлім, қырға мәлім, жағдайын сұрайын дүр дараның. Арман қуып кетіп ең Астанаға, тағдырыңның шешем деп шырғалаңын. Оқуыңды бітіріп сонда қалдың, ауылға қайт дегенді тыңдамадың. Жаңарқаға атанып күйеу бала арасынан жар таптың мың қараның. Тойдан кейін шиелде 4 ай тұрып Сарыарқаға қайтадан сырғанадың. Жұмысыңды сол тауып қайын жұртқа жақындау басылыпты бір қадамың. Қартанаң мен қартакең ауылда жүр, немеренің сағынып іңгәләрін.
Менің қасқа құлыным қайда жүр деп оралқанша сұрасам мұңданамын. Ал сен болсаң алшаңдап Астанада ауыл жақтың алмайсың бір хабарын. Осын ойлап жүредім жыным келіп, жолығудың таба алмай түрлі амалын. Бүгін қолға түскенің дұрыс болды. Қарағым бермен бет, ендеше бермен бетті бір қарағым. Ендеше бермен бетті бір қарағым. Анасын ұмытатын түрі бар ғой, әкесін танытпасам, бұл баланың ай. Көрейік шыныменен айқай-ақау, көк жалмысың, жоқ әлде сол баяғы ер жамбысың. Жасымнан бірге өскен жан бауырым, жасадың келе салып жан жалғысым. Досыңды табалауға тапқырсың да, досыңды бағалауға енжармысың. Семсердей сертке берік жігіт десем, ту сыртымнан қадалар қанжармысың. Бір қызын алып едім жаңарқаңның, тілінгені сол болдау жонарқамның. Қазақтың қай жері де ортақ бізге, сақи жерін бөтенбе сарарқаңның. Қаратайлар ас беріп ол жаңарқа, атасын еске алған жер Оралханның. Туған жерден алысқа ұзасам да, атылатын кезі бұл Жанартаудың. Қай орманнан бал жинап жүрсем дағы, қайда екенін ұмытпайым Омартамның. Көрінбей кетіп едің көкем көптен, тепеңдеп келдің бүгін тепең көкпен. Менің әке шешемді өзің бағып отырғанда ержанды нетерлеткен. Сарорыстан қызғанбай сөз қыласың, Сарарқаны жүргенге мекендеп мен. Одан да қашқындарды неге айтпайсың, қаңтардың қырғынында шетелге өткен. Сен құсап Алматыда бір жыл тұрып, күн көре алмай кеткем жоқ секеңдеп мен. Елордада жүредім білектіріп, еліме еңбегімді етемдеп мен. Анаңды ұмытуға шаққапсың деп, көңіліңе жинапсың секем көптен. Біз туған жер сыр елі Алталаштың анасы, соны мақтан етем көппен. Алталаштың анасы өсірген ұл өз анасын ұмытып кетер деп пең. Бір ұяда түлеген бөлтірік біз деп бастап көңілімді көтермеп пең. Сондықтан ауылымнан ұзап шықсам, бетке айтып сөйлеме бекер көктем. Азығын жолдан тапқан арлан қасқыр, апанына тығылып өтер деп пең. Айқай-ақау, ай-ай. Досыма кетіп қалған ақым бар деп, келіпсің жан жағыңды жапырған боп. Ер жігіт үйде туып түзделеді, ерекең сон ойлаймын мақұлдар деп. Шерағаң Алматыға шақырғанда, Оралхан сен құсаппас қатырған жоқ. Шығырдың өгізіндей шырайын алып, Шыңғыстайдан шықпайым деп ақырған жоқ. Ұйымдастырушыларға ұрысып кеттің, жарнамаға жазбаған атың дәрілеп. Афишаға қоймаған суретіңді жігіттерге ренжідің датым бар деп. Сен одан да дәл бүгін дұрыстап айтыс. Әркімге ақыл айтпай ақылман боп, кесек-кесек сөйлесең келесі де шақырады Ержан деген ақым бар деп. Оралханның оқыған очерігін Шерағаң білмесе де атын дәл деп, суреткерлік дарынын таныды ғой, суретіне сүйсініп отырған жоқ. Шалғайдағы жігітті Алматыға шашына риза болып шақырған жоқ. Айқай-ақау, ай-ай. Ауылын аулақ салсын пенделіктің, екі бірдей шыққанда елге мықтың. Армысың айтыс сүйер ағайын жұрт, төреде яқындарды төрде күттің. Алтайдың ауасымен тыныстаған адамдай ықыласыңнан емделіппін. Өзіңдей өнер сүйер ел болмаса, делебемді қоздырар дем беріп кім. Мұзтаудың мұз балағы 80-ге кеп, өр тұлғаға өлеңмен өң беріппін.
қасіретін қоғамның жазған ердің қасиетін қатондай жерден ұқтым. Оралхан дүниеден өткен кезде іңгәләп дүниеге мен келіппін. Ағамның ақтық демі таусылғанда анамның бесігінде тербеліппін. Одан бері 30 жыл уақыт өтті, уақытты ұл емшіге тең көріппін. Үмітін ел жұртымның ақтаймын деп, үдесінен шығайын менде жұрттың. Орда бұзар ұлы жоқ дегізбейін, Оралхандай оғланды берген ұлттың ай қаяқау. Ай, әлеуметтік желіге әр тойды сап, көңілі бұл досымның марқайғы шақ. Бұл Ержан бала күннен досым еді, жазылса сағынатын жартай құшақ. Шиелі екеумізге шабыт берді, Оралханды шыңдаған Алтай құсап. Айтысқа қатар шықтық дайындалып, Головкин мен Бақтияр Артай құсап. Қалжыңымыз жарасып қатар жүрдік, кешегі Асқар менен Қалтай құсап. Мен кеттім Астанаға арман іздеп, ғылым қуған Аманжол Әлтай құсап. Қасыма ерер дебем қарғызында, қоғамнан бөлек кеттің Қоңқай құсап. Ренжіме мен асаба болам дедің, ресторанда жүретін Айғайды сап. Банкетте 500 адам басқарасың, 1000 баланы бастаған Сартай құсап. Масқұданы мақтасаң мәз боласың, Москваны шулатқан Нартай құсап. Ақбозатқа мінсек деп армандаған кездер тұр көңіліме сәл қайғысап. Оралханның бар еді кейіпкері, осын айтар келгендей оңтайлы сәт. Той соңында қақ кеткен бауырым ай, қой соңында қақ қойған Тортай құсап. Ай қаяқау, ай, ай. Биікке кетті десең өрлеп мені, төменге жайғасқанша төрлет мені, төрлет бері. Оралхан мен Тортайға қатты ұқсайды, шынымен екі достың ері жеткені. Бірақ бізде бір ғана айырма бар, Мейірбек соған көңіл бөлмеп еді. Бала Тортай не деді? Бас көтермей кітап оқу ең қызық ермек деді. Оралхан мен жайлауда қоштасқанда кітаптарын сыйлыққа бермеп еді. Мен үшін де көп оқы келешекте, мен жетпеген биікке сен жет деді. Ал енді қасымдағы ерекеңнің осы жерден басталат кергеткені. Кітап көрсе кірпідей жиырылып, оқып біту орасан еңбек деді. Сені менен дос болсам дос болайын, кітаппен дос болуға жол жоқ деді. Онсыз да тұла бойым тұнған талант, ішімде ілім сияр жері жоқ деді. Оралхан ұйқым келмейді деп жазғанмен, сенің ұйқың кітаптан келмеп беді. Сөйтіп жүрген ерекең бір уақытта жаныма ақыл сұрап ермеп еді. Талантым тар шеңберде халық қойды, дөңбекшіген диюдай шөлмектегі. Қандай кітап оқысам дұрыс болады, айтысқа дайындалайын жөндеп деді. Сол кезде досың саған Әуезовтің Абай жолы романын бермеп еді. Ертең оқып таусарда екіленіп, Ержанның сол кеткеннен мол кеткені. Одан бері 15 жыл уақыт өтті, балада ер жетерге жөргектегі. Былтыр ғана әдейі сұрап едім, өткеннің еске түсіп өрнектері. Абайдың әке атанған кезін айтсам, оқиғаға жетпепсің ол беттегі. Жан досым саған несін жасырайын, әзірге оқығаным 10 бет деді. Бұйырса көп замай бітіремін, білімге жүрмін қатты шөлдеп деді. Әуезовтей атаңды танымапсың, ақыл ойдың емес пе мол мектебі. Әкеңді танымадың деп, әкеңді танытаң деп, әкірең деп, ел алдында қайтесің тергеп мені. Ержан досым одан да шыныңды айтшы, қоя тұрып қозғамай енді өкпені. 4 томдық романның ең болмаса, 4 бетін оқыдың ба мен кеткелі. Ай қаяқау, ай, ай. Өткеніне өкінсін ба, сырымды ашпашы деп өтінсін ба. Оқымайтын адамға сыйға берген оқулық оңайлықпен оқылсын ба. Шамам жеткен жерге дейін ақтарғанмын, ол үшін Ержан досың опынсын ба.
Мұхтар менен Абайды білмейсің деп досыңды қалдырдың ау нөпірсіңға. Қайта сұрайсың кітап жайлы білім министріне өкілсің ба? Оқығанын тақылдап айтып берер немене Ержан сенің оқушың ба? Келбетіңнен менмендік байқалады, көз ашып көкірегі соқырсың ба? Нартайға сұхбат берген Бекболаттай Мейірбекте көп сөйлеп көпірсің ба? Абайды оқымаған адам менен өй қайтып айтсам деп отырсың ба бай? Осылай пешенемді жазған Алла, Мейірбек соны бүгін қазбалауда. Қайта сұрайсың өткен шақты, бізге қарай Мейірбек сөз қадауда. Абай жолын айтама, сұрайсың Абай жолын осы жерде жол салғандай Абайға мәз болар ма? Мені Тортай ал өзін Орал хан қып, Мейірбек осыншалық назданар ма? Сенің де орекеңнен айырмаң сол, қулықпен қадам бастың аздап алға. Достық қадал болмаса қостылғадан елге үлгі болатын сөз қалар ма? Досымның ақбоз атын ап қойдым деп, өкініші ботадай боздағанда, сонда дәті бармапты Оралханның Тортайдың бет жүзіне көз қадауға. Ал біздің Оралханның сыйқымынау шабыты қоламтадай қоздағанда, жан досының бетін кеп тіліп отыр, өткен кеткен тарихты қозғағанда. Оралханның солысы сабақ болсын, онсыз да ар ұяты аз қоғанда. Он сөзіңнің төртеуі Тортай болып, тарихты оқып көңілің жаз болар ма? Екеуміз тақырыпсыз қалар егау, Оралхан Тортай жайлы жазбағанда бай. Күпірлік айтып досым күпінбесей, одан жыртық жерімді бүтіндесей. Кітап бетін ашпаған тамада деп жан досыңның бетіне түкірмесей. Ел алдында осылай ән салдырған ақындық Алла берген құтым десей. Кітапты көп оқыған көрегенім әңгімеңді әсерсіз бітірмесей. Онсыз да шамаң әзер келіп отыр, бұл Құдайдың бұйыртқан, бұл Құдайдан бұйырған үкім десей. Оқығанда оңдырмай жеңерем ғой, қайта оқымағанға шүкір десей. Сөзіңді өткен күнмен сабақтайсың, айтсаң ешкімге бет қаратпайсың. Жан досыңның білімін сынағанша, білімдегі былықты неге айтпайсың. Бақыт жоқ деп билікпен биден бөлек, талайдың сүйіртілі сүйреңді бет. 30 жылдай қасқырға қой бақтырып, иғатты биліктен именгенек. Батырды бәрекелді өлтіргендей, үнсіз ғана жүруге үйренгенек. Солақай саясаттың шанасында арбаға жеккен аттай сүйрелгенек. Әлде солай келе жатырмыз-ау, аз болып тұр халыққа тиген көмек. Баспана бас қатырып жатқан аздай үйілген мәселе бар үйден бөлек. Бір ғана мысал айтсам біліміңде бір терінің пұшпағы иленген еді. Мектепке жұмыс сұрап бара қалсаң, көз жеткізіп қайтасың күйбең көгіп. Пол жуудың өзіне 300 мыңдай, пол стаккі жұмысқа миллион керек. Мұны неге заңменен реттемейміз, дәл бұлай көгермейміз, көктемейміз. Оқулық олқылығы аз болғандай, білімді мақтап кейде төкпелейміз. Өзімізде кінә бар жұмыс үшін біреу ақша сұраса жоқ демейміз. Неліктен сіз боп, біз боп аран ашық, желтеген шенділерді шектемейміз. Біліміңнің тұнығы ылайланса, ешқашан алға қарай беттемейміз. Парақорлық басталса парта жақтан, парламентке несіне өкпелейміз. Мектепті айтсам кеудемнен басқан қайғы, оны айтудан ақының жасқан байды. Бұл күні қаладағы мектептердің жайын ойлап жанардан жас парлайды. Қазақ мектеп қалжырап қариядай, ал аралас мектептер аспандайды.
Орыс мектеп орыны төрде боп тұр, бұл да бір саясатты астарлайды. Баламыз өзге тілде білім алса, деп ойлаймыз болашақ аш қалмайды. Олар ертең ұлтжанды болар мекен, соны ойлап тауға соқтым тас маңдайды. Онсыз да тіл білмейтін басшылар көп, ертеңге бас қатырып басқармайды. Бұл солардың емес пе саясаты, бұлай нұрлы болашақ басталмайды. Неге біздің бұл күні кей басшылар өзге тілде сайраса қақшаңдайды. Әлем тілін білетін әпенділер ана тілге келгенде ақсаңдайды. Мәселе сол ұлтыма ұнамайтын, қадам керек мақсатты қылар айқын. Орыс құлдар босатсын орындарын, айтар сөзін қазақша құрамайтын. Ауылдарда жетеді азаматтар, дәл солардың білімін мың орайтын. Бабалардың алайық өнегесін, өз өлсе де намысы құламайтын. Ана тілін білмейтін арсыздардан, анасының есімін сұрамайтын. Бұл өмір өте шығар шағын түстей, жамандық көрме досым жағың түспей. Бақталастай көрініп отырғанмен, жануын тілеймін ғой бағыңды іштей. Қанша мықты болсаң да қаймықпаспын, торғайдан қорқсам қалар тарым піспей. Өлеңің өртесе де делейдегі, орекеңді шыдатпаған жалың күштей. Мен бірақ үйренгенмін Үндістанның ыстығына үйренген кәрін түстей. Қарсыласты көргенде екі көзің қанталап ұмытушың сабырды іштей. Бірақ бүгін дұрыстап айтсарсың, көңіліңнің тұманы қалың түспей. Жаздағы Әл-Фараби көшесінің пробкасы секілді қаным түспей. Жегенің балықпенен айқай-ақау күрішеді. Метхун мен Ержанғайдан туыс еді. Кәрімдіспін дедің бе не қыл дедің, бұл сөзің түсінгенге бұрыс еді. Оралхан атамыздың тойы ғой бұл, ерекше атап жатқан шығыс елі. Үндістанның ыстығын еске салмай үндемей-ақ қойғаның дұрыс еді. Құланның ажал құшқан құдығынан құлыны да байқамай су ішеді. Әл-Фараби жолының кептелісін тақырып қылып отқан бүгіс еді. Есіл уақыт Ержанға қор болғанша пробкіде тұрғаным дұрыс еді. Әр кезде әр төбенің басын шалып, бұл деген шиелінің іріседі. Абай жолын аяқтай алмай жатып, Әл-Фараби жолына кіріседі. Айқай-ақау! Ай-ай! Сен едің Ержан дейтін мақ атпал ақын. Бір сөз айтса бірнеше ақталатын. Бұл досым нағыз әртіс екендеймін. Сорлайтын жерге келіп бақтабатын. Оқымай қалғаныма шүкірді деп, шаттанбайтын нәрсеге шаттанатын. Абайдың жерлестері жиналғанда Абай жолын оқымай мақтанатын. Қақпандай жасырынған қасқыр ауыз, қарсыласым сен болдың басты нағыз. Оқымай қалғаныма алғыс айт деп, кердеңдейсің келгендей бас құдамыз. Өй сенімен мен қалай сөйлесемін, осын ойлап көңілді бастыма күз. Ереке алғыс жайлы уайымдама, ат бергендей қыламыз астыңа біз. Айтыстан соң Әсия апамызды марапаттың ішіне қостырамыз. Абай жолын білмеген ақын ғой деп,
арнайылап алғыс хат тапсырамыз. Алғыс хаттың артына Әуезовтің әдейілеп суретін жапсырамыз. Айқай ақау, ай ай. Ерекең айтса ел жайын, ерекең айтса ел жайын, көп сөзіне көнеміз. Орал қанша оңаша ойға батсақ, неге біз ол кісідей ойлауға орашолақ өреміз? Неге біз осыдей тұғын бір сауал еске түскенде түршігеді денеміз? Шынымен ақ неге біз шындықты жерге көмеміз? Өтіріктің соңында өкпеміз өшіп өлеміз. Жан аяулы жақсыны тірісінде сөгеміз. Өлгеннен кейін өкіріп, көмгеннен кейін көреміз. Шынымен ақ неге біз сыбайластыққа сенеміз? Құдамыз алса тендірді, бөлісіп жейді бөлеміз. Айта жыр болды, 32 жыл болды. Жемқорлықпен күресіп, жеңіліп қала береміз. Қақпақсыз жатқан қазанбыз, бассыз жатқан денеміз. Рухың көтерілет дейді ғой, қайтып келсе кенеміз. Жемқорлықты да біз солай, тайқазанның қақпағы табылған күні жеңеміз. Шынымен ақ неге біз тілдесе тілдеп сөгеміз? Саясатын сары орыстың емізі құсап емеміз. Орысшаны білмейді деп, жұмысқа онда кірмейді деп, өзім деген қандастың өзегінен тебеміз. Шынымен ақ неге біз қылғыбырды тереміз? Атамыздың малындай ата дінді сөгеміз. Домбыраңды харам деп, дәстүріңді арам деп, дүмшеленген ұрпақтан дүйімел қайғы шегеміз. Шынымен ақ неге біз мақтанып кеуде кереміз? Сөз жүзінде дамыған 30 елге енеміз. Айлығың еске түскенде айбының кетіп шөгеміз. Жер астының байлығын жемқорларға береміз. Өлген жанға кебін жоқ, өскен малға тебін жоқ. Өмір деген осы деп өлместің күнін көреміз. Тәшеніпдей айбаттер, қонайыптай қайраткер, бас көтеріп шықса егер, басқаларды жеңеміз. Ойланатын күн бүгін, бұзылмасын бірлігің, бұзылмасын бірлігің. Сонда ғана қазағым өсеміз, ертең өнеміз. Ата жауға аталар атау кересін іштірген, ата жұртқа тек қана алталаш біздер егеміз. Түсіп шыққан адамдай пешке түрі, Мейірбектің бұл сәлпәл ешпетірі. Ержанды мен мектептен білемін ғой, сабағын төңкерілген 5-ке оқыды. 9-дан соң колледжге тайып тұрып, күндізге үлгер алмай кешке оқыды. Таможниға тапсырып алғашында, одан кейін тағы да сесті оқыды. Терім қатып қалады деп тез түспесем, жоғарғы оқу орнын рескі оқыды. Экономист болам деп елеуреді. Карл Маркс көкеңнен эссе оқыды. Филолог боп ақыры аяқтадың, әңгімеге жақын боп өспетілі. Ағайын бұл Ержанға ренжімеңдер, досымның бар ет сәлпәл өстетіні. Жаныңызды демеймін тыныштапты, жаныңа берсін Құдай ырыспақты. Парақорлық партадан басталады деп қоғамның қотыртысын дұрыстапты. Жарты миллион жұмысқа, жарты ставка жұмысқа 1 миллион деп, 1 миллионмен дейсің бе мұғалімдер жұмыс тапты. Құмар ойын жайында сауал жолдап, әужекең көтеріп ет бір іс нақты.
азарттың ең үлкені мектепте екен, ойнап жүр десең егер, кім ставка? Ержан қазір өнердің мектебінде мұғалім болып жаны да тыныш тапты. Мектептегі жұмысың бір ставка, сен қанша беріп таптың бұл штатты? Ержан солай ел жұрттан ерек боп тұр, зейіні байқадыңдар зерек боп тұр. Оралхан сырттай оқу бітіріп ет, сенің тіпті әдісің бөлек боп тұр. Екі оқудан алатын 4 диплом өзіңізді жеңешем өбектеп тұр. Бұл қазір акиматқа кіретұғын, тағы бір диплом алу керек деп тұр. Тағы бір диплом алғым келет деп тұр. Айтпақшы осы әкімі Алматының, байқасаң маңдай тері шелектеп тұр. Түске дейін базарда дедектеп тұр, түстен кейін көшеде дедектеп тұр. Бәріне қалай өзі үлгереді, көпшілік жасамаса көмектеп бір. Шаруаның бәрі оңай шешіледі, сенің жоқ боп тұрғаның себеп боп тұр. Ерболат Досайыпқа тез арада ерекеңді жіберу керек боп тұр. Айқай ақау, ай ай. Ержанды жіберем деп Досайыпқа мақтаумен көңілімді маса айтпа. Екі оқу 4 мамандық жайында айтқан Мейірбектің сөзінен сасайықпа. Енді бір магистратура оқысам теңейін деп отырсың машайыққа. Көмекші қылып отырсаң Досайыпқа тәп-тәуір қызметтен қашайықпа. Онда қазір кірісем жұмысыма, онда 2 айдай тосайықпа. Ең бірінші айтатын бір ұсыныс, ағайын бұйырмаңдар, рас айыпқа кептелісті азайтып су жаңадан метро бекеттерін ашайықта. Төле биден орныққан төмен қарай халыққа шарапатты шашайықта. Шаңырақта ақшаңы будақтаған көшелерге жұмысты басайықта. Және пәтер ақысын асқақтатқан пәтшағарды қамшымен осайықта. Қаланың ортасынан Оралханға жарқыратып бір көше ашайықта. Жоғарыдан шешетін мәселені Алатауда отырып жасайықта. Сұрағын маған қойып шенділердің қыраным қай бағыттан белгі бердің. Сенің алған штатың, мен алған штатымнан ақша сұрап, кеудем соқты танытып кергігенгім. Мұғалім болғым келіп жұмыс іздеп, қаншама кабинетпен төрді көрдім. Жаңа айтқан миллионым болмаған соң, көңілімді кір шалып шерлі болдым. Басқа жұмыс іздебем, ол жерден де ақша сұрап жайылған қолды көрдім. Сонан кейін барлығын тастай салып, мәдениетке кетуді оңды көрдім. Беріліп тегін жұмыс, тегін штат, маңдайымнан төгілген терді көрдің. Шүкір қазір шәкірттер тәрбиелеп, талантына тамсанып телмірермін. Мамандық жайлы айтқанда ең бірінші тарихтан Орекеңді ерді көргін. Бір жылдай әртістікті оқығанмен мақтаны болмаймын деп мен бір елдің сонан соң ауылына аттанбап бет, маған да сондай дәурен келді дермін. Жазушылар одағы шақырған соң алдамшы армандарын жеңді дермін. Одаққа мүше болған Оралхандай, өзімнің жұмысыма енді келдім ай. Айналайын Мейірбек, жан бауырым сен едің, Сарыарқада тұратын сырда туған середің. Оқуымды сұрасаң оған жауап беремін. Сес оқыған себебім сендейлермен айтсам, сес көрсетіп ақ жеңемін. Таможенныйды оқысам, елім деп жүрген ередім. Шекараңнан Қытайлар аттамасын деп едім. Құмырсқадай жерімде қаптамасын деп едім. Нәсілсіздер төрімді таптамасын деп едім.
Және тағы Мейірбек экономисті оқысам білім қуайын деп едім. Жазылған қанша цифрдың түбін қуайын деп едім. 85 мыңды талқылап Ринат ағам секілді ұғындырайын деп едім. Филолог болсам айып не, оқушыларды оқытып, басына білім тоқытып, жырымды соған төгемін. Шелтие бермей шешенім, шаппа-шаптағы шеберім. Жауабын бердім, барынша таңдап аларсың керегін. Жиын барда сыншы бар, тыйым барда тыңшы бар. Алқалы жұртым тұрғанда ақының неден қымсынар. Қоғамыңның қотырын жасырып қалу мін шығар. Женшекпенді арман қып, жағымпаздық, жалғандық қумайды шайыр жыршылар. Қашағандардай айтпасақ қашанғы шындық түн шығар. Халқым бір қолдап бергенде ақының білек түрсін ал. Айналаңа қарасаң айықпасым дед көбейді. Жалған емес бұл шын шығар. Соқыр ерткенді жетектеп 85 мыңды жететтеп, қара халыққа қатқылдау үкімет жақтан үн шығар. Қырын қарап биіктен қыр көрсетіп қымсынар. Жарлық беріп өкімет жарылқаймын дегенше, Мылқауданда тіл шығар. Арзаншылық алыстап, күн сайын баға қарыштап, көтере алмай нарықты, көңілінен ел кір сығар. Қызғалдақ деуші құлпырған, некесіз жүріп ұл туған. Қызыңа болды жын сыңар, ұрыға болды ұл сыңар. Олай болатын себебі салт дәстүріміз сақталмай, тапталып жатса мұң шығар. Өкінерім сол, өйткені табанға таптап салтымды адастырам деп халқымды. Дүмшелер кірген әртүрлі діңгегі бос дінші бар. Намыстың отын үрлейтін байманаптарың білмейтін, отан түгіл отбасында қолданысқа кірмейтін ардақты ана тілші бар. Біз айтып билік тыңдаса, нұр үстіне нұр шығар. Сүзеге салып сұрыптап, осының бәрін құрықтап, билік пен халық бір болса, Құдайды ғана ұлықтап, сонда ғана алаштың аспанынан күн шығар. Тасып атып тұрса да таударыным, сені жығып кетпеспін жарға бүгін. Әй Мейірбек, осымен қозғалайық. Ел айтар озғаны кім, қалғаны кім. Шарт солай болғаннан соң шайқасқанмын, оған бола болмасын шамдануың. Сүлейлердің сырдағы сүт кенжесі, жүрсінші алталашы шарлап үнің. Оралқандай ұл туып келіншегің, шаңырағыңа құйса екен Алла нұрын. Жүрсін мен Оралханның достығындай, төс қағысып тарқайық ал бауырым. Бір-бірін көре алмайтын жандар емес, көрмесе тұра алмайтын жан бауырым. Жан досым, сәні болдың сахнаның. Бағанадан ізіңді бақыладым. Таможниді бітіріп дедің, жаңа Қытайларды кіргізбей отырамын. Алматыдан жүрміз ғой, кешелі біз. Бұл жерден сенде сәл-пәл қопырадың. Елде жүрген Қытайлар көрсетіп тұр ерекеңнің қаншалық оқығанын. Жаман ақын сен емес, жаманы жалаң өңес. Бұл күні құлдырайтын бағаң емес, әкімнің көмекшісін көрдіңіздер, әзірге идеясы жаман емес. Елдің бәрі айтатын мәселе ғой, енді ғана сен айтқан хабар емес. Мұғалімдер жұмысқа кіре алмайды деп қызмет болып еді, саған елес. Ағайым бұл Ержанды білемін ғой, ешқашан жерде қалар маман емес. Ақшалатын жұмысқа жасамаса, ақша беріп беретін адам емес. Айқай ақау! Ай-ай!
30 жылда көргенім толған жиын. Қазақтың байқамады оңған күйін. Қаралы қаңтар кеше болған кезде Алматының жағдайы болдау қиын. Қазақтай бәйтеректің түп тамырын жұлып ала жаздады жолдан құйын. Бүлік дейсе бүкіл ел зардап шегер, от дейсе өртенуге орман бейім. Жүрекке қатқан жара өшеді ме, жуғанмен жаңармайды оңған киім. Жазықсыз ел үстіне үтік басқан, жауыздарға құрылар тор бар дейін. Бүлдіршінге оқ атқан қанішерге қарғыс айтып тілейтін ел бар дейін. Қара бет боп тарихта қалады олар, тарихтан жоғалғандай жоңғар кейін. Қазаққа енді ондай қайғы келмей, баянды бағың тусын сордан кейін. Бостандықтың қау сынағы бодандықтан ауырлығын түсінер ел бар, ер бар дейін. Оралхан Бөкей айтқан бір сөз бар еді, осы жерде орасан мән бар дейін. Қаруап қан төгісіп соғысқаннан, отаныңды оғатпай қорғау қиын. Айқай ақау, ай-ай. Сан ғасыр жақын түгіл жат қолдап кеп, бұл айтыс өнері болып сақталмап бет. Бұл күні кейбір ақын жазушы бұл күндері айтысты жамандайды қапталдап кеп. Қалмақ қайта шапқандай екі көзі шарасынан шығардай, шарасынан шығуға шақ қалмап бет. Олар осы әулемет Оралханнан осыны еске алатын сәт болмап бет. Тәй-тәй бәсіп тәуелсіз ел болғанда, бұл айтыс тоқырауға шақ қалмап бет. Сондор екен айтысты өзі жасап, таланттар елесінде жатталмап бет. Ақын мен термешілер одағы да сол кезде өз жұмысын атқармап бет. Жұрттың бәрі жүргенде жүндей түтіп, жүрсіндей інісіне жақ болмап бет. Жүкеңде ағасының сол еңбегін жүрген жерде елге айтып мақтанбап бет. Оралханның айтысын Өскеменге 3 мәрте ол кісі аппармап бет. Ағайын елім отса әр тілектес, ақын қалай шабытқа балқып өтпес. Серік ағам бастаған осы жерде өнерге жанашырлар бар тілектес. Оралхан ол алашқа ортақ тұлға, қатонды тек қана қатон елін қамтып өтпес. Бүгінгістен үлгі алса бүкіл аймақ, ел ертеңін қалайша жарқын етпес. 17 облыста Оралханның айтысын өткізсек те артық етпес. Айқай ақау, ай-ай. Секем қосып қайтемін секеміңе, бақтың биік болсын екеліге. Екеуміз бір ауылдың баласы едік. Асқақтап абыройын кетеді ме? Екі қошқар сүзіссе көпір үсті, мен кепілмін біреуі өтеріне. Ол болмаса амал жоқ сол көпірге, омақа сағылайды екеуі де. Омақа сағылатар ойымда жоқ. Бауырың саған құрмет етеді де. Айтыстан ақ бозатты мінсе қой деп, досың шіркін армандап өтеді ме? Бүгін саған айтыста жол берейін, елім қолдау мұныма етер ме? Абыроймен аттаншы ақ бауырым, арайлы ақ мешіттей мекеніме. Шырт ұйқыңнан кісіне бой ататын, ақ бозат еріп барсын жетегіңе. Айқай ақау, ай-ай. Ай, бәрекелді. Қошемет ардақты ағайын. Мынау бір ұяда жетілген қос балапан қатар самғағандай, бір желіде қатар кісінеген құлынның ат болып аламанда қатар шапқандай жақсы бір айтыс болды деп ойлаймын.